Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін кешірім сұрау туралы біраз әңгіме айтқым келіп отыр. Халық арасында андай сөз бар, иә? Ақыр заман болатын кезде баланы тәрбиелеу қасқырдан да қиын болады дейді ғой. Бірақ енді ақыр заманның қай кезде қалай болатынын бір Алла ғана біледі ғой. Дегенмен де қазіргі жастарға қарайсында мінезіндегі өзгерістер көп байқауға болады. Тек қана жастар ғана емес, орта буын аға әпкелеріміздің өздері кешірім сұрау дегенді ұмытқан ғой негізі. Кешірім сұраған кезде адам өзін қорғансыз сезінеді, иә? Адамда сондай түсінік пайда болады. Бірақ қарсылас адам үшін ол жаңағы сөз таластырып тұрған қарсылас адам үшін ол жақсы жағынан көрінеді. Енді кешірім сұрауды әлсіздік деп қабылдайтындар бар ғой енді, бірақ ондай адамдардың өзі сирек. Сондықтан кешірім сұрау кезінде жақсы жағынан қабылдайды көбісі. Енді кешірім сұраудың өзіндік қырлары болады, иә? Соларды сіздерге айтып өтейін. Яғни өзіңнің қателігіңді мойындап кешірім сұрау, одан кейін қарым-қатынасты сақтау, ішкі тыныштық және де құрмет пен ізгілік. Кешірім сұраудың осындай қырлары болады. Енді қоғамға келейік. Егер де мұғалім оқушыдан кешірім сұрайтын болса, үлгі болады. Егер де қандай да бір мекемеде мысалға басшы өзінің қызметшісінен кешірім сұрайтын болса, онда сенім артады. Яғни ол қызметші басшысын ерекше құрметтейтін болады. Одан кейін ата-ана баладан кешірім сұраса, кішіпейілдікке үйретеді баланы. Осындай қырлары бар. Сондықтан осы бір сіздерге айтып өткен нәрселерді сіздер жаттап алсаңыздар екен деймін. Енді ақыл сынып айтып отыр деп ойламаңыздар. Өздеріңізге керектісін түртіп қойсаңыздар. Енді тарихтан сіздерге біраз мысал келтіріп өтейін, иә? Мысалға Нельсон Мандела. Енді өздеріңізде ол тұлғаны жақсы білесіздер ғой. Оңтүстік Африка халқын біріктіру үшін өзінің қарсыластарын кешірген, өзі де кешірім сұраған, сөйтіп халықты біріктіре алды, иә? Мысалға 1945 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған кезде Хирохито, иә, Жапонияда халықтың алдына шығып, өзінің қателіктері үшін кешірім сұраған. Мысалға өзіміздің тарихымызда Абылай хан, иә, дипломатиялық мақсатта өзінің кейбір жіберген қателіктері үшін көрші мемлекетке барып, кешірім сұрау үшін барған ғой. Енді айта берсек көп қой тарихта. Енді қараңыздар, кешірім сұрауды түсінетін адам болады, түсінбейтін адам болады. Енді кейде қателігін бетіне басып тұрсаң, өзінің қателігін түсініп кешірім сұрайтындар болады. Ол әрине жақсы. Бірақ айттың не, айтпадың не, кешірім сұрауды білмейтін адамдар болады. Сіздерге айтар ақыл кеңесім, ең дұрысы ондай адамға жоламай қойыңыздар. Себебі қате айтып тұрса да, ең соңында сізді кінәлі қылып шығарады ғой. Яғни сенің сөзің дұрыс емес деп өзіңе қарай аудара салады ғой. Сен қате айттың, болды. Ол қате айтып тұрса да оныкі дұрыс. Сол үшін сіздерге ең дұрысы ондай адамға жоламағандарыңыз дұрыс болады. Одан кейін үшіншіден өзінің қателігін бірден түсініп, өзі кешірім сұрайтындар болады. Сен ескертіп айтпай-ақ өзінің қателігін түсінетіндер болады. Мен мысалға сондай адамдарға риза болам. Олар кешірім сұраған сайын менің оларға деген құрметім артады негізі. Енді өзімнің өмірімде бір мысал келтірейін, иә? Көкшетаулық әріптесім бар. Жалпы Көкшетаудың ұлдары да, қыздары да жақсы негізі. Көкшетаулық әріптесім бар. Көкшетаудан өз, сонымен ғана араласам жақсы. Сөйлесіп тұрасында, бірақ сөзінің арасында қате айтса, бірден кешірім сұрайды. Мен осылай айтып тұрсың, сен қате айтып тұрсың деп ескертпеймін. Өзі түсініп, өзі бірінші кешірім сұрайды. Риза болам ғой сол әріптесіме. Сіздерге мысал болсын деп айтып отырғаным ғой. Енді сөз соңында айтатыным, Құдайдың өзі біздің қателігімізді кешіргенде, біз адамды кешірмейтіндей кімбіз соншалықты. Қазақта мынандай тамаша бір сөз бар. Кешірім сұраған кішіреймейді дейді. Кешірімді болайық. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.